Ұлттық сана мен намысты оятудың бірден-бір кепілі тарихи сананың қалыптасуы. Тарихи сана өткеннен сабақ алып, ұлттың ұлы тұлғаларын танып, бүгінгі өмірді дұрыс бағалаудан туындайды. Тарих өткеннің үлгісін келешекке сабақ етпекке керек қылым. Еуразияның апайтөс таласында атой салып, тебінгісінен тер аққан жауынгер халықтың жалтақ жұртқа айналу себебін білу үшін дәл осы тарихи сана керек. Тарих қойнауын қайта қазбалап, шындықтың жанашыры бола білген Мәмбет Қойгелді жарты ғасырға жуық жылды тарихтың тағылымын арнады. Басқыншы жұрттың ғасырлар бойы жүргізген саясатын зерттеп, алаш азаматтарының асқақ арманын, ұранын, ұстанымын бүгінгі ұрпаққа дәріптей білді. Еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін шынайы тарихты боямасыз жеткізу үшін көзінің майын тамызып, талмай еңбек етті. Бүгінде зиялы қауымның тауқыметті тағдыры жайында жаңа деректердің беті ашылып, халық жауы атанған жандар жайында жаңа ой қалыптастырды. Мәмбет Қойгелдиев Құлжабайұлы, тарих ғылымының докторы, профессор, белгілі алаштанушы, Қырғыз мемлекеттік университетін тәмамдаған. 1971-2002 жылы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан Компартиясы орталық комитеті жанындағы партия тарихы институтында ғылыми педагогикалық жұмыстармен айналысты. 2002-2006 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының тарих және этнология институтының директор қызметін атқарды. 20 ғасырдың алғашқы ширегіндегі қазақ интеллигенциясының қоғамдық саяси қызметін зерттеумен шұғылданады. Тұрлыбай деген бір аға атам болды. Ол кісі әкемнен үлкен еді, әкемнің бажасы болады. Менің әкем Құлжабай, анам Зейнегүл. Зейнегүлдің Балжан деген әкпесі болды. Сол Балжан деген әкпесінің жаңағы жолдасы Тұрлыбай атам еді, жарықтық. Бұл кісі әңгімешілік кісі еді. Екеуміз таңертең малды өріске айдап салғаннан кейін осы қора-қопсыны тазалап, сол қора-қопсыны жұмысымыз жүретіміз. Сонда сол кісі мен бала кезімде көп әңгіме айтады. Бала күнінен ертегі тыңдап, есті болып өскен Құлжабайдың ұлы Мәмбет кітапқа да құмар болады. Алаш азаматтарының шығармаларына сонау кезден ден қойып қызыға оқиды. Бүгілген сырдың, бүкпесіз әңгіменің жасырын жатқанын сезген дейміз. Бірақ әдебиетке жаны жақын зерек баланың бала арманы тарихшы болу емес еді. Мектепте оқып жүрген кезімде мен екі мамандықты осы өзім таңладым. Біреу журналистика болды, екіншісі тарих мамандығы. Журналистика мамандығы бойынша конкурс өте үлкен болатын. Түсіп ол кезде мүмкін емес арман болатын. Содан мен осы біздің Шу өңіріне жақын қала, сол кездегі Фрунзе қаласы. Қырғызстанның астанасы. Қазіргі Бішкек, сол Бішкек университетінде оқуға түсуге бардым. Журналистикадан үміт үзгенімен, сүйікті әдебиетінен қол үзген жоқ. Оның сабақтас бір бөлігі тарихпен достасты. Жанына медеу таба білді. Ануарбек ағамыз жарықтық. Сол кісі маған сол кезде көмегі тиді деп ойлаймын. Енді көмек жаңағыдай емтиханды анықтауға көмектесті. Кейіннен оқуға түскенде менің жақсы ұстаздарым болды. Чокушев деген ағаларымыз болды. Сондай мықты тарихшылар. Академик Жамгершинов, сол сияқты үлкен біздің ұстаздарымыз болды. Мүмкін сол ұстаздарым арқасында болса керек, осы мүмкін болғанша тарих факультетінде жақсы білім алуға тырыстым. Мен қазақпын, байтақ елім,
қайта тудым өмірге қайта келдім. Бұл Мәмбет Қойгелдінің тарихи құжаттармен танысқаннан соң алғаш түйген ойы. Себебі ол жаңа көзқараспен тарихқа көз жүгіртті. Партия тарихи институт деген институт болды. Қазір ол институт жоқ. Мен айттым, сол институтқа баруға мен жұмыс істеуге даярмын. Бірақ мен айттым, егер де мен сол тарих институтына, партия тарихи институтына жұмысқа келетін болсам, мен алаш қозғалысымен айналысқан болар едім. Соған мүмкіндік жасасаңыздар, мен институтқа келейін дедім. Ал тура бұл кез алаш зиялыларын ақтау процесі енді басталған кез болады. Олар келісім берді. Мен сол келген бетте, сол партия тарихи институтына келген бетте, менің алдымда Қазақ газетінің тігіндісі жатты. 1913-18 жылдары жарық көрген Орынборда, содан кейін Айқап журналының тігінділері жатты. Мен сол Қазақ газетінің жарық көрген 265 нөмірін санын оқып шықтым. Барақтап оқып шықтым. Бір 2 жылдай отырып. Сонда сол Қазақ газетін оқу барысында менің өзіміздің ұлттың тарихына деген көзқарасым түбегейлі өзгерісті. Өзгеріске ұшырады деп айтуға болады. Бір нәрсені білуге тырысу, талпыну, талаптану. Осы арқылы ол шақырту алған жұмыс орнындағы басшылыққа талап қойды. Қалағаны 3 әріпті мекеменің мұрағат қорына кіру еді. Көкейінде сайрап тұрғаны шаң басқан мұрағатты қайта көтеріп, құпия құжаттарды парақтау болатын. 1989 жылы жоғары кеңестің жанынан осы партияның осы кеңестік реформаларға 20-30 жылдары жүргізілген Қазақстанда соған баға беруге байланысты, жаңа көзқарас тұрғысынан баға беруге байланысты жоғары кеңестің жанынан комиссия құрылды. Сол комиссияның құрамына енгіздім мені. Соның нәтижесінде мен сол уақытқа шейін жабық ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағаттарына кіру құқығына ие болдым. Сол 1989 жылдан бастап, 1990 жылдан бастап, мен 20 жыл бойы ұлттық қауіпсіздік комитетінің мұрағат қорында жұмыс жасадым. Қазақ тарихында, біздің өзіміздің қазақтың санасында бір жоғалып кеткен кезеңдер бар. Есімізден айырып тастаған. Сондай кезеңді өмірге алып келген ғалым. Сондай кезеңді жандандырған ғалым. Құс қанатымен ұшады, құйрығымен қонады дейді ғой. Тарих ғылымының қанаты да, құйрығы да деректе. Дерек бар болса, ғылыми талдау, тұжырым жасалынады. Ал дерек аз немесе түпіне дейін талданбаған болса, ол атыс еңбек болады. Мәкең қай еңбек жазса да, ол дерегін молынан қамтитын, және сол деректердің берерін, ақпаратын толық сүзіп алып шығалатын ғалым. Алып шыққанда ғалым. Жазықсыз жазаланғандар, репрессияға, қуғын сүргінге ұшыраған қазақ зиялыларын жауапқа тартқан сол кездегі сот процесінің іс қағазымен танысып, суреттері мен құнды құжаттарды кітап ретінде басып шығарды. Мақсаты, бүгінгі ұрпақ мектеп қабырғасындағы оқулықтардан бөлек, құпия деректерді көріп, дәйектер арқылы шынайы тарихқа көз жүгірту болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті мұрағатында жұмыс істеу нәтижесінде алаш қозғалысы деген монографиямды жаздым. Содан кейін «Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-50-х годов» деген кітабым орыс тілінде жарық көрді. Тағы басқа еңбектерім осы ұлттық қауіпсіздік комитеті мұрағат қорындағы материалдармен жұмыс істеу нәтижесінде жарық көрді. Көргені мен түйгенін параққа түсіріп, өзгеге ілім ретінде қалдырды. Жазған әрбір кітабы өзінше ерек. Тек алаш азаматтар жайында зерттеулер жазып қана қоймай, бүгінгі таңдағы халықтың тұрмыс тіршілігін баяндай да білді. Себебі бүгінгі ұрпақ ертеңгі тарих. Бұл жұмысым мен әлі аяқталған жоқ әрине. Мынау жұмыс басты болып жүрміз. Мен өзі университетте істеймін жұмысты. Алдымен мынау Әл-Фараби атындағы университетте, қазір Абай атындағы университетте істеймін. Оқу процесі көп уақыт алады. Бірақ енді мысалға дегенмен де мен енді осы қазіргі арманым осы алаш қозғалысы екінші кітабын сол жарыққа шығарсам деп жүрмін. Содан кейін осы Қазақстанда репрессия тарихына байланысты бастап қойған жұмыстарым бар, соларды аяқтасам деп ойлап жүрмін. Мен үшін ең үлкен міндет осы. Оны жазған дүниесінде ешқандай бір мен осылай ойлайды екем деп артық дүние жазғанға аулақ. Өйткені соны бір ғана мысал келтірейін.
Бұл мынасы Шыңғыс ханға байланысты. Шыңғыс хан тарихына байланысты мәкенге әр адам әр түрліден келіп, сен осындай жазсаңшы, былай айтсаңшы, бізді қолдасаңшы деген дүниелер бар. Сондықтан да мәкен тек қана тарихи мына құжаттарға байланысты дүниені өзі игермейінше, көз жетпейінше, оны артық сөзден аулаға жүрген қалмайды. Патриоттық сана әрбір тұлғаның өз ауылын, елді мекенін, қоршаған ортасын танудан басталады. Бұл реттегі бастама жергілікті әкімшілік орындарында, мектеп және басқа оқу орындары ұжымдарының қолында болғаны жөн. Мектептегі тарих пәнінің мұғалімі сол елді мекеннің тарихына, оның жеке тұлғаларының өмір жолына қатысты материалдар жинап, ал биолог маман сол өңірдің өсімдіктер әлемі жөнінде бай материалдар жинастырып, мектеп жанынан қызғылықты да тартымды мұражай ашуға болады, дейді тарихшы мырза. Осы бағыттағы белсенділік жетіспей жатқандығын да тілге тиек етті. Мынау мемлекеттік хатшының басқаруымен тарихшылар кеңесі өтті. Ведомствоаралық ұлт тарихы бойынша ведомствоаралық комиссия мүшесімін, тәжірибе басқаратын. Мен сонда соңғы отырысында осы мәжілістің айттым, өз пікірімді айттым. Біз қазір мысалға осы әлемдік мәдени мұра бағдарламасы іске асыру барысында, жалпы қазір осы соңғы кезеңде әлемдік ірі мұрағаттық қорларынан, әлемдік үлкен кітапханалардан қазақ тарихына, қазақ мәдениетіне байланысты материалдар жинап жатырмыз Қазақстанға. Бұл ғажап нәрсе, үлкен нәрсе. Ал бірақ сонымен бірге біз мысалы өзіміздің мұрағат қорларында жатқан фактілік материалдарды игеремей жатырмыз. Айналымға қосабай жатырмыз. Осы ойды айттым соңғы отырысында. Ойшыл ғалым, философ ғалым, тарихи деректерді көтерген кезде, ол біздің тарихымыз қазақтың қана шекарасымен шектелмейтін тарих екенін аша білді. Оны аша білу үшін біздің сол кездегі мысалы Ресей бодандығында жүрген, Ресей империясындағы, соған байланысты мемлекеттік думадағы көтерілген мәселелер. Сонымен байланысты мысалы Әлиханның, Шоқайдың тіршіліктеріндегі басқа ұлттардың, азаматтардың, сол ұлттық азат қозғалыстардың өкілдерін, поляктар болсын, финдер болсын, түркі әлеміндегі елдердің солармен бірге істеген тіршіліктерін әлемдік деңгейде, әлемдік процестің Қазақстанда болып жатқан жағдай соның бір бөлшегі екенін көрсете білді. Мәкең кабинеттік ғалым емес, ол кісі жаза да білетін, айта да білетін, өзінің ойын, тұжырымын жұртқа жеткізе білетін ғалым. Егер 80-ші жылдардың ортасынан былай қарайғы қазақ баспасөзін қарайтын болсаңыз, егемен бола ма, жасалаш бола ма, ана тілі бола ма, міне осы қай газеттен болсын, журналдан болсын, Мәмбет Құлжабайұлының жазғанын көресіз. Осы жазғандарын жинақтап, Талас Омарбеков екеуі тарих тағылымы не дейді деген кітап шығарды. Бұл да Қазақстандағы голошопиндік нәубеттің сырын ашқан, ашаршылықтың тауқыметін ашқан алғаш кітаптардан бірі. Тарихшылар әр кезеңнің заманның оқиғаларымен өрілген деректерін зерделеп, ел тарихын бүкпесіз баяндайтын хақ. Ел тарихының әр кезеңінде кейінгіге қызметі үлгі болар тұлғалар да аз емес. Сондай-ақ, қандай алып мемлекет болмасын, саясатын жүргізер алдында тарихпен санасады. Осы уақыт үшін жабық мұрағат қорларын, архив қорларын тарихшылардың қолына беру керек. Сол жабық қорлар тарихшы зерттеушілердің қолына берілмей, 20-шы ғасырда қазақ тарихының жаңағы трагедиясы үлкен. Сол ашылмайды. Біз осы уақытта жұмыс істеуіміз керек қой деп ойлаймын. Тарихтағы ақтаңдақтарды жоюға Мәкең зор үлес қосты. Алаш қозғалысының тарихы, репрессиялар тарихы, саяси интеллигенция тарихы. Бұл бағыттағы Мәкеңнің үлкен іргелі еңбегі ол 1995 жылы жарық көрген Алаш қозғалысы. Бұл еңбек бай деректік негізге жазылды және Қазақстандағы Алаш қозғалысының бастауы қайда? 1905 жылдан бастайды, 17 жылмен аяқтайды. Сөйтіп, Алаш қозғалысы туралы біздің білмейтін оқиғалар, фактілер, тұлғалар көз алдымызға әкелінді. 70 жыл Кеңес империясының құрамында болдық. Ұлттық болмысымыздан айыра жаздаған кер заман
келмеске кетсе де, оның қасіретті парақтары әлі толық ашылған жоқ деген екі ойлы қауесеттің бары да рас. Десек те, Ресейге бодан болған кездегі қазақтың тағдыры, тарихы шынайы жазылып жатыр ма? Тарихшы ретінде ғана мен өз еліме, өз қоғамыма пайдалы болу мүмкін. Басқа маған жол жоқ. Сондықтан осы жолда мүмкін болғанша таза болу. Мәкең мінездің адамы. Әлгі бір жылмай ағатын сулар бар ғой. Бетіне қарасаң, ағып ма, ақпай жатыр ма білмейсің. Мәкең ондай емес. Мәкең айтам дейтін айтатын, және даусын шығарып айтатын, өзінің бар болмысымен, табиғатымен, мінезімен айтатын ғалым. Осынсынан да бұлар кейбіреулерге жақпай жатады. Соғыста жеңілген халықтың соры қалың. Өйткені тарихты жазуға тапсырыс беретін жеңген халық. Иә, қазақ тарихындағы күрделі тақырыптарға қалам тарту тарихшыға жеңіл соқпасы анық. Десе де, Мәмбет Қойгелдінің тарихтан шерткен тағылымы. Бұрын батыл халық, батыр халық, ат үстінде жүрген, еркіндікті сүйетін, еркіндікті бағалай білетін халық, кейін жалтақ халыққа, жетекшіл халыққа айналды. Міне мен осы архивте, осы репрессия материалдарымен жұмыс істеп жүріп, жасаған түйінім негізгі ойым осы. Ол көптеген белгісіз дүниені өмірге алып келді. Білмейтін фактілерді, білмейтін документтерді соны алып келіп жарқатып жаңартады. Мәмбет Қойгелдиевтің ғылым саласындағы белсенді қызметі мемлекеттік тәуелсіздік жылдарына тұс келді. Қазақ ұлт-азаттық қозғалысы, тарихы, әсіресе Алаш қозғалысы қайраткерлерінің ұлттық мемлекеттілікті жаңғырту үшін жүргізген күресі ғалымның негізгі зерттеу объектісіне айналды. Осы бағытта ол өз мектебін қалыптастырды. Алаш қозғалысы, ұлттық саяси элита, Жетісудағы Ресей билігі, тарих тағылымы не дейді атты кітаптары ғалымның отандық тарихнамаға қосқан үлесі болып табылады. Ғалым ретінде ол үлкен құбылыс деп бағалаймын. Және біздің ұлттық тарих ғылымына өзіндік ізін мәңгілікке қалдырған зерттеуші, азамат ретінде ұлтын, елін, жерін сүйген, өзінің достарына, айналасына адал азамат деп ұғынамын мен. Мәкеңдей азаматтарға алаңсыз еріп барлауға шығуға болады. Ресей, Жапония, Оңтүстік Корея, Түркия елдерінде ғылыми еңбектері жарық көрді. Сонымен қатар халықаралық Сократ сыйлығымен, Американың биография институтының алтын медалімен марапатталып, Вена қаласының халықаралық университетінің құрметті профессоры атағын алды. Шетел асып ізденімпаздығымен көзге түсті. Атақ даңққа ие болды. Бірақ өз елінде, өз жерінде мемлекет тарапынан алған бірде-бір атағы жоқ. Бұл оның қарапайымдылығын көрсетеді. Жүрегі елім деп соққан Мәмбет Қойгелдиевті алға жетелеген алып күш оның балалары. 3 ұлына тәлім тәрбие беріп, еліне елеулі азамат қылып өсірді. Арзан атаққа, бір сенсация қууға деген сияқты әлсіздік, әлжуаздық жоқ. Мәкең үлкен фактен де, кіші фактен де, үлкен тұлғадан да, кіші тұлғадан да ұлттық тарихымыздың тағылымы, тәлімі қалай көрінеді деген сұраққа жауап іздейді. Сол себепті ол жасқа да, кәріге де қызық, тартымды берері мол дүние. Стендаль біздің ғасырда тарихты қолдан жасайтын тарихшылар көбейді деп күңіреніпті. Осылай ой түйген Стендаль туралы Стефан Цвейг, ол өзі де тарих туралы өтірік жазды. Өтірік әңгіме айтты. Бірақ оның өтірігі көп шындықтан әдемеді дейді. Бірақ Мәмбет Қойгелді шындықты ащы болса да боямасыз жазып қалдыру керек дейді. Өмірден түк марапатсыз кеткендер де көп. Халықтың санасында мәңгілікке қалған. Әлихан Бөкейханның алған марапаты жоқ. Ахмет Байтұрсынның алған марапаты жоқ атымен. Шоқайларда да ештеңе жоқ. Мемлекеттік тараптан. Мен енді Мәкең сол Мұстафа Шоқаймен, Әлихан Бөкейханмен қатар тұрсын деген ойым жоқ. Ол әрқайсылар бір-бір тұлғалар. Бірақ еңбек еткесін, сол еңбекте ескеру керек еді. Мен үшін үлгі, идеал бұл Алаш қайраткерлер. Бұлардың елге деген
тазалығы, өз отанына, өз халқына деген тазалығы. Сол тазалық мені тәрбиеледі. Кез келген мемлекет өз тұлғаларын құрметтеу арқылы өзінің идеологиялық ұстанымын бекіте түседі. Тарихты халық тұлғалы азаматтары жасайды.